Талғар ауданында жылына 3,5 миллион данаға дейін дөңгелек айналымын қамтамасыз ететін ірі логистикалық қойма ашылды. Мұнда тек сақтау, сату ғана емес, қайта өңдеу мен сервистік орталықта қарастырылған. Кешен жұмысымен тілшіміз танысты. Достық ауылы маңында, яғни 9 жолдың торабында жаңа жұмыс бастаған логистикалық қойма 20 гектардан аса аумақты алып жатыр. Алып кешенде жүздеген контейнерлер тізбегі орналасқан. Мұнда импорттық дөңгелектер сақталады. Бұл жобаға 8 миллиард теңге бөлінді. Осы таңға дейін соның 3,5 миллиарды осы уақытқа дейін игерілген болатын. Жалпы Сан Байсерке жобасының жер аумағы 22,6 гектарды алып жатыр. Оның ішінде біздің жұмысшылар жұмыс істейтін кеңсеміз бар, шина сату орталығы бар. Және де бұл жерде ең басты біздің жұмысымыз Қазақстанның түкпір-түкпіріне осы жерден шиналарды үйлестіру. Яғни бұл жердің негізгі атауы үлкен логистикалық үйлестіру хабы ғой. Мұнда тек дөңгелек сақтау және тасымалдау қызметі ғана көрсетілмейді. Өңдеу цехында қысқы дөңгелектерді дайындау жұмыстары қызып жүріп жатыр. Ал ескі дөңгелектерді де кәдеге жарату бойынша ауқымды шаруалар атқарылуда. Жаңа дөңгелектерден бөлек, осы экологиямызға пайдамыз тигізейік деп, осы ескі дөңгелектерді біз өңдеп, турап, жаңағындай спорт площадкаларына арналған, ойын площадкаларына арналған жаңағындай резинке өңдеулерін жасап шығарамыз. Ол жасап шыққан кезде осы келген ескі дөңгелектерді тураймыз, турап, өңдеп жіберіп отырамыз. Былтырғы есеппен алғанда біз 500 мың дөңгелек былтыр турағанбыз. Биыл жоспарлап отырмыз, миллион дөңгелекке жеткіземіз деп, Құдай қаласа. Қоймада 200-ге жуық азамат тұрақты жұмыс істейді. Олар толықтай жатақхана және тамақпен қамтылған. Жалақылары да жаман емес. Менің келгеніме 2 жыл жарым болды. 2 жыл жарым уақытында біраз өзгерістер болды өмірімде. Компания арқылы шетелге де барып келдім, жатар орын осы жерде бәрі. Балалар көріп тұрғандарыңыздай бәрі довольны. Бізде қазір 400 мың айлығымыз сабскаттың, ал грузчиктердікі болғанда сәл төменірек. Мұнда күніне орташа есеппен 20 мың дана дөңгелек тиелген жүк көліктері елдің түпкір-түпкіріне аттанып отырады. Ал қойма жылына 3,5 миллион данаға дейін дөңгелек айналымын ұйымдастыруға қабілетті. Сондықтан да бұл орталық бүгінде шиналарды сақтауда тмд елдері бойынша ең ірі логистикалық хабқа айналып отыр. Импорттық тауар отандық нарықты толықтай қамтиды. Одан бөлек Өзбекстан және Қырғызстан елдеріне тасымалданады. Құрманжан Қасымжанұлы, Талғат Жамбота, Қонаев медиа.